Спайдерман ойыншығы мен олардың кішкентай досы Проулер үшеуі тыныш қана жатты. Бірақ бұл жай ғана тыныштық емес еді. Бұл үлкен шытырман оқиғаның басталар сәті болатын. Күндізгі уақыт, кеш түсейін деп тұрған сәт, сол жақтағы өрмекші адам кенет қозғалып кетті. «Оян достар», деді ол сыбырлап. «Бізді біреу көмекке шақырып жатыр». Оң жақтағы өрмекші адам көзін ашып, «Қайда қауіп бар?» деп секіріп тұрды. Ортадағы қара киімді досы да қозғалып, «Мен де дайынмын, біз командамыз ғой», деді. Сөйтіп үшеуі кілем үстінде қала жасап жатқан Геркулес батырды көрді үстінде. Кенет олар алыстан әлсіз дауыс естіді. «Көмектесіңдер. Бұл дауысты естідіңдер ме?» деді бірінші өрмекші адам. «Я, ол жақтан келіп тұр», деп екінші өрмекші адам қолымен бағыт көрсетті. Олар бірге жүгіріп барса, кішкентай ойыншық құтқаруды күтіп тұр екен. Ол қаладағы үлкен тасқа бастырылып, қыстырылып қалыпты. Соған байланысты енді бұған өрмекшілер көмекке келіп, «Қорықпа, біз сені құтқарамыз», деді өрмекші адам. Біреу жоғары қабырғаға өрмелеп, екіншісі келіп, тағы да қосылып, үшеуі қосылып құтқарып алады мына аға ойыншықты лақтырып жіберіп. Сөйтіп кішкентай ойыншық, «Рахмет сендерге, мен жалғыз едім», дейді Геркулес. «Сен енді жалғыз емессің», деді қара киімді досы. «Біз әрқашан көмектесеміз». Сол сәтте кенеттен дауыл басталып, бөлмеде жер тұрғандай елестетті. Кілем қозғалғандай болды. «Бұл не тағы?» деді екінші өрмекші адам. «Бұл үлкен сынақ», деді бірінші өрмекші адам. «Біз бәріміз бірге болсақ, бәрін жеңеміз». Олар бір-бірінің қолынан ұстап, «Бірге», деді. Дауыл басылып, бәрі қайта тынышталды. «Бүгін жақсы іс жасадық», деді қара киімді досы. «Я, батыр болу деген тек күш емес», деді өрмекші адам. «Бұл достық, мейірім және батылдық». «Дәл солай», деді екінші. «Енді демалайық». Сөйтіп үшеуі қайтадан орындарында тұрып, демалып, тыныш демалды. Ал таңертең бәрі қайтадан жай ғана ойыншық болып көрінді. Бірақ сен білесің ғой, түнде олар нағыз батырларға айналады.